Баршаларыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен 1 сағатта өте дәмді, құрамы қол жетімді, нәзік, жұмсақ болып шығатын торт дайындайтын боламыз. Дәмі аузыңызда ерейді. Міндетті түрде жасап көріңіз. Бізге бар болғаны 2 ғана жұмыртқа қажет. Содан соң құмшекерімізді саламыз. Толықтай ертіп аламыз құмшекерімізді. Осылай венчиктің көмегімен немесе вилкамен араластырып аласыздар. Және де 1 стакан айран құямыз. Кез келген айран қолдана берсеңіздер болады. Және де жарты шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді күнбағыс майын құямыз. Тағы да жақсылап араластырып аласыздар. Бізде біркелкі әдемі сұйық масса шығуы қажет. Осымен сұйық ингредиенттерімізді араластырып алдық. Енді ұнымызды електен өткізіп салатын боламыз. Толық рецепт описание бөлімінен көре аласыздар. Енді 2 ас қасық какао саламыз. Және де қопсытқыш саламыз. Осымен дайын. Енді венчиктің көмегімен жақсылап, осылай астынан үстіне қарай жақсылап араластырасыздар. Толықтай араласып, комочек болып қалмауы қажет. Осымен біздің тестамыз дайын. Менде айран ашқандықтан кішкене осылай көпіршіп кетті. Негізі бұлай шықпайды. Осылай формамызға құйып, 170 градуста пісіріп аласыздар. Жақсы көтеріліп, іші толықтай піскен. Осылай ағаштығып көресіздер. Құрғақ болса пісті деген сөз үшін барлығы. Енді суығанша крем дайындайтын боламыз. Бізге сгущенка және де қаймақ қажет. Кремнің сұйық қою осы қаймақ пен сгущенканың қоюлығына байланысты. Және де осылай какао қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырып аламыз. Какаосыз да қаймақ пен құры сгущенкадан да аппақ крем дайындасаңыздар болады. Енді піскен коржымызды осылай дәл ортасынан 2-ге бөлетін боламыз. Және де осылай кольцомен домалақ формаға келтіріп алдым. Қалған шеттерін алып, майда крошка жасап, бетіне жан-жақтарына себетін боламыз. Іші осылай толықтай әдемі болып пісіп шыққан. Енді кремді барлық шетіне құйып шығатын боламыз. Және де крем құйып болған кейін екінші коржымызды қоямыз. Осылай бет жағында алып тастадым. Бір тегіс шығу үшін. Қалған кремімізді құямыз. Қалған шетін осылай блендермен немесе қолыңызбен жақсылап майда ұнтақ жасап аласыздар. Енді бетіне жан-жақтарына сеуіп шығатын боламыз. Холодильникке қойып қойсаңыздар, 2-3 сағатқа өте керемет болып шығады. Дәмі керемет болып шықты. Осымен біздің тортымыз дайын. Бетін қалауыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Фруктымен, шоколадпен, арасына банан қоссаңыздар да болады. Тортымыз осылай өте нәзік болып шықты. Сіздерге бірден кесіп көрсетіп жатырмын. Сондықтан кремі қатпаған, әлі жұмсақ болып тұр. Осымен тортымыз дайын. Сіздерге видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Өте нәзік, дәмі керемет болып шықты. Үйдегілеріңізге ұнайтынына сенімдімін.